Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше астың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауын басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар, осы заттардың барлығы керек болады. Қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен сүтіміз 200 мл сүтімізді саламыз. Жұмыртқа 1 штук. Қант, сұйық май, құрғақ дрожж. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Оның үстіне тұзды салып, жақсылап араластырамыз да, осылай қамыр етіп илеп аламыз. Оның бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут тұрды қамырымыз. Осылай көтеріліп шығады. Ұн сеуіп, оның үстіне қамырымызды осылай қоямыз да, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай екінші бөлігін 8 бөлікке бөлеміз. Осылай кішкене етіп 8 бөлікті осылай жасап аламыз да, екінші қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Содан кейін пергамент бумаганы төсеп, оның үстіне қамырымызды қойып аламыз. Өзімізге удобно болу үшін қамырымызды 8 бөлікке осылай видеодағыдай етіп бөліп аламыз. Жаңағы кішкентай қамырларды осылай қойып, үстіне астындағы қамырдың бөліктерін жабыстырып шығамыз. Содан кейін осылай арасын үстін кішкене майлап, стаканмен болсын осылай кеңейтіп аламыз. Себебі ішіне осы сыр мен колбасаны салатын боламыз. Ең алдымен сырды салып шығамыз. Содан кейін бетіне колбасаларымызды қойып шығамыз. Оның бетіне томатный паста, болмасам кетчуп бола береді. Үйлеріңізде не бар, соны осылай жасап істеп шықсаңыздар болады. Содан кейін жұмыртқаның сарысын алып, бетіне жақсылап жағып шығамыз. Оның үстінен осылай күнжутты немесе макты сеуіп шығамыз. Макпен әдемі болады, мендегі мак. Содан кейін духовкаға 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып шығады, жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналымда рецептерді жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.